Балален. Айдос деген кішкентай бала болыпты. Ол бірдеңе құрастырғанды өте жақсы көріпті. Бөлмесінде түрлі сымдар, бұрандалар, шамдар, ескі ойыншықтардың бөлшектері көп екен. Айдос кейде машина жасайды, кейде зымыран ойлап табады. Бірақ бір күні оның ерекше арманы пайда болды. Мен өзіме андроид жасаймын, деді ол қуанып. Айдос үстеліне керек заттардың бәрін жинады. Кішкентай қолдар, мықты аяқтар, дөңгелек көздер, жарқырайтын шам, батырмалар мен сымдар. Ол ұзақ отырып бәрін мұқият құрастырды. Ақыры андроид дайын болды. Айдос терең дем алып, соңғы түймені басты. Бір сәт бөлме тып-тыныш болып қалды. Сосын андроидтың көздері жанып, кеудесіндегі шам жарқ етті. «Сәлем», деді андроид. «Мен дайынмын». Айдос қатты қуанды. «Ура, сен енді менің досым боласың», деді ол. Андроид басын изеді. «Дос боламын», деді ол. Алғашында бәрі қызық болды. Айдос оған бөлмесін көрсетті, кітаптарын көрсетті, ойыншықтарын көрсетті. Терезе алдындағы гүлінде таныстырды. Сосын, «Бөлмені жинап берші», деді. Андроид бірден іске кірісті. Ол ойыншықтарды жинады, кітаптарды жинады, қарындаштарды жинады. Бірақ бәрін шатастырып қойды. Аюды кітап сөресіне қойды. Допты жастықтың астына тығып жіберді. «Жоқ, бұлай емес», деді Айдос. Андроид тоқтап қалды. «Бұлай емес, түсіндім», деді ол. Сәлден кейін Айдос: «Гүлге су құйып берші», деді. Андроид суды алды, бірақ гүлге тым көп су құя бастады. «Аздау керек», деді Айдос. «Аздау керек, түсіндім», деді андроид. Тағы біраздан соң Айдос оған сурет салуды тапсырды. Бірақ андроид үйдің суретін салмай, тек дөңгелектерді ғана сала берді. Айдос күрсініп қалды. «Мен сені дұрыс жасай алмадым ау», деді ол. «Сен жақсысың, бірақ бәрін басқаша түсінесің». Андроидтың шамы бәсеңдеп қалды. «Мен дұрыс емеспін бе?» деп сұрады ол жайлап. Айдос үндемей қалды. Сосын ойланып отырды. Бір кезде ол орнынан тұрып кетті. «Жоқ, мәселе сенде емес», деді Айдос. «Мен саған ең маңызды нәрсені қоспаппын». Ол үстел тартпасынан кішкентай жүрек пішінді шам алып шықты. «Бұл мейірім шамы», деді Айдос. «Достық шамы». Айдос оны андроидтың кеудесіне орнатты. Жүрек шамы жайлап жанып, жылы қызыл түске боялды. Андроид Айдосқа қарады. «Мен үйреніп жатырмын», деді ол. «Мен де», деді Айдос. «Біз бірге үйренеміз». Сол кезде терезе алдындағы гүл құмырасы қисайып кетті. Айдос оны байқамай қалды. Ал андроид байқап қойды. Ол ақырын барып, құмыраны тізе ұстап қалды. Гүлге аздап қана су құйды. Сосын оны жарық жерге қойды. Айдос бұрылып қараса, бәрі әдемі болып тұр екен. «Сен мұны өзің істедің бе?» деп сұрады ол. «Иә», деді андроид. «Гүлге көмек керек болды. Дос көмектеседі». Айдос күлімсіреп андроидты құшақтап алды. «Сен енді жай ғана машина емессің», деді ол. «Сен менің нағыз досымсың». Сол күннен бастап Айдос пен андроид бәрін бірге істейтін болды. Бөлмені де бірге жинады, суретті де бірге салды, гүлге де бірге қарады. Өйткені нағыз дос болу үшін кемір ғана аздық етеді. Ең бастысы жылы жүрек, мейірім және жақсылық жасау. Балален. Таңертең Айдос пен оның кішкентай андроид досы терезе алдында тұрды. Көшеде балалар рюкзактарын асып алып, мектепке кетіп бара жатты. Андроид ұзақ қарап тұрды да сұрады. «Айдос, олар қайда бара жатыр?» «Мектепке», деді Айдос. «Мектепте не істейді?» «Балалар сабақ оқиды, жазады, тыңдайды, үйренеді. Және де достар табады». Андроидтың көздері жайнап кетті. «Мен де мектепке барғым келеді», деді ол. Айдос жымиды да артынша ойланып қалды. «Барғың келетіні жақсы, бірақ сен қазір осы түріммен барсан, бәрі таңғалады ғой». Андроид өзіне қарады. Темір қолдары мен кеудесіндегі жүрек шамына қарады. «Яғни, мен бара алмаймын ба?» «Жоқ», деді Айдос. «Тек бәрі сені бірден түсіне қоймайды». Андроид үндемей қалды. Бірақ бір сәттен кейін оның көздері жарқ ете түсті. «Онда олар мені түсінетіндей етемін», деді ол. Ол бірден шкафқа қарай жүгіріп кетті. Бөлмеден сықырлаған, тарсылдаған дыбыстар естілді. «Не істеп жатырсың?» деді Айдос. Біраздан соң андроид қайта шықты. Басында үлкен кепка, көзінде дөңгелек көзілдірік, басында қисық парик, мойнында ұзын шарф, арқасында үлкен рюкзак. «Қалай, енді мен кәдімгі оқушы сияқтымын ба?» деді ол. Айдос күліп жіберді. «Сен өте қызық оқушы сияқтысың». «Бұл жақсы ма?» «Жақсы, бірақ сәл тым ерекше». Андроид байсалды түрде. «Егер мен андроид болып бара алмасам, онда оқушы болып барамын», деді. Айдос оның шынымен барғысы келетінін түсінді.
Жақсы, бірақ тыныш жүр, жарайды ма? Аз сөйлеп, ұқыпты бол. Екеуі мектепке қарай жол тартты. Жол бойы андроид өзін кәдімгі бала сияқты ұстауға тырысты. Бірақ ол тым қатты тырысты. Андроид тым түзу жүріп, қатты басын изеді. Жай жүр, деді Айдос. Сен робот сияқты жүріп барасың. Мен қалыпты жүріп барамын, деді андроид. Жоқ, тым қалыпты. Сүндім, сәл азырақ қалыпты жүремін. Айдос тағы күліп жіберді. Мектепте жеткенде есіктің алдында апай тұр екен. Сәлеметсіңдер ме, балалар, деді ол. Сәлеметсіз бе, деді Айдос. Апай андроидқа қарады. Сен жаңа оқушысың ба? Андроид бір сәт кідіріп. Иә, мен жаңа оқушымын, деді. Жақсы, кіріңдер, деді апай. Ішке кірген соң андроид ақырын айтты. Жоспарымыз іске асты. Сыныпқа кіргенде балалар партада отыр екен. Айдос пен андроид бос орынға барып отырды. Бірақ андроидтың рюкзағы партаға сыймай қалды. Көзілдірігі қисайып, шарфы орындыққа ілініп қалды. Жақын отырған бала оған қарап. Сенің рюкзағың тым үлкен екен, деді. Иә, мен көп оқып, өте білімді болғым келеді, деді андроид. Айдос жай ғана. Ол әзілдеді, деді. Сол кезде апай тапсырма берді. Балалар, бүгін өздеріңе ең қымбат адам туралы сурет салыңдар. Балалар сурет сала бастады. Андроид та қарындашын алды. Кімді саласын, деп сұрады Айдос. Ең қымбат адамымды, деді андроид. Ол Айдостың суретін өте мұқият, шын көңілмен сала бастады. Бірақ дәл сол кезде оның көзілдірігі түсіп, паригі де қисайып кетті. Сыныптағы бір баланың қарындаштары жерге шашылып қалып еді. Андроид бірден орнынан тұрып, бәрін тез жинап бастады. Сол сәтте оның перчаткасы сырғып, темір қолы көрініп қалды. Сыныптағылардың барлығы аң-таң болып, үндемей қалды. Ол робот па? Деді бір бала. Андроид орнында қатып қалды. Сосын ақырын басын төмен түсірді де. Кешіріңіздер, мен жай ғана мектепте барғым келді. Мен де басқа балалар сияқты сабақ оқығым келеді. Сондықтан өзімді оқушы сияқты көрсеткім келген. Апай ақырында боған жақындады. Ол алдымен андроидқа, сосын оның салған суретіне қарады. Сен шынымен оқығың келе ме? Деп сұрады ол. Иә, өте қатты қалаймын, деді андроид. Неге? Өйткені мектепте балалар көп нәрсеге үйренеді. Мен де үйренгім келеді. Мен де жақтырақ болғым келеді. Апай жымиып қойды. Мектепте келу үшін ең маңыздысы костюм емес, деді ол. Ең маңыздысы үйренгің келуі. Ал сенің үйренгің келіп тұр. Мектептен шыққанда андроид суретін құшақтап ұстап келе жатты. Айдос, ертең тағы келеміз бе? Деп сұрады ол. Әрине, деді Айдос. Париксіз бе? Айдос күліп. Иә, париксіз. Андроид байсалды түрде басын изеді. Жақсы, онда ертең мен өзім болып келемін. Балалан, бізбен бірге ойна, күліп үйрен арманда, бақытты бол әрқашан. Сау бол. Балален. Неге? Олар мені әрқашан мазақтайды. Қараңдаршы, тағы да жалғыз. Ол ешқашан өзгермейді. Мен неге осындаймын? Неге ешкім менімен дос болғысы келмейді? Бұл не екен? Тас сияқты. Бірақ жарық береді. Жылы екен. Бұл тірі сияқты. Не болып жатыр? Тоқта! Бұл менің қолыма кіріп жатыр. Жоқ, тоқта! Бұл түс емес. Бұл рас. Менде не болды? Кеше болғаны рас па еді? Қолым басқаша сияқты. Бұл қайдан келді? Күте тұр. Бұл тым жеңіл. Мен мұны оңай көтеріп тұрмын. Жоқ. Мен сындырдым. Мен өзімді бақылай алмай атырмын ба? Жарайды, тағы байқап көрем. Бұл жұмыс істейді. Мен шынымен өзгердім. Жоқ. Мен ұшып тұрмын. Түсе алмай қалсам ше? Жай ғана байқап көрем. Бұл мүмкін емес. Бірақ мен істеп жатырмын.
Мен енді қорықпаймын. Мен дайынмын. Тағы келді. Еш өзгермеген. Бүгін бәрі басқаша болады. Жетеді. Мен енді қорықпаймын. Бұл қалай мүмкін? Ол не істеді? Мен де түсінбеймін. Сен кімсің? Мен өзгердім. Неге ештеңе істемедің? Мен сендер сияқты емеспін. Маған бұл керек емес. Күш деген. Бұл тек күш емес. Бұл жауапкершілік. Бұл не жарық? Маған қарап тұр. Неге мен? Бұл не? Бұл мені іздеп жүр. Неге мен? Сигнал расталды. Ол оянды. Оны қайтару керек. Мен кіммін? Және олар мені неге іздейді? Балаленд. Мен батырмын. Мен бәрін қорғаймын. Нағыз батырлар. Жақынырақ көрсем. Мүмкін мен де үйренермін. Қандай әдемі. Мен де осылай болғым келеді. 1, 2. Қайта бұрыл. Тепе-теңдік, тепе-теңдік. Мен де істей аламын. Қараңдар. Құлап қалдым. Аюша, асықпа. Алдымен қарап ал. Сәл қиындау екен. Тағы бір рет. Бұл жолы болады. Не болып жатыр мұнда? Ұстаз! Мен де батыр болғым келеді. Хош, батыр болу. Тек күш емес. Жүрек керек. Жүрек. Бұл нені білдіреді? Жел күшейіп барады. Флаг босап қалды. Ұстап қалыңдар. Тым жоғары. Ұстай алмадық. Тоқта! Мен ұстап аламын. Ой! Тұра ғой, жүгір. Мен әлі ұстаймын. Ұстап алдым. Мен ұстап алдым. Шынымен ұстап алды. Аюша. Жарадың. Ертең жаттығуға кел. Мен келемін. Балаленд. Тоқта, ұшып кетпе. Батпырауық, күте тұр. Бұл не жер? Іште не бар екен? Өзі ашылды. Қандай тыныш. Анау? Қонақ үй ме? Батпырауық сол жаққа кетіпті. Тек алып кетемін де, қайтам.
Есікті ашсам ба? Бір қарап шығам. Біреу бар ма? Жарық үстінде екен. Батпырауық та сонда сияқты. Міне, таптым. Ойбай. Жоқ. Мен әдейі істеген жоқпын. Тұман жүрегі. Өзек қашып барады. Мен ұстаймын. Тоқтат оны. Мен көмектесемін. Есіктің астына кіріп кетті. Алға! Көріп тұрмын. Көпірге кетті. Ұстаңдар. Қайыр барам. Ұстадым, Пикс. Мұнараға кірді. Тез! Мен артыңнан келем. Орнына қазір салмасақ, бәрі ашылып қалады. Біз бірге істейміз. Жел тым қатты. Тоқта, ойланайын. Я, өтінемін. Естідім. Менің ойым бар. Мен итеремін. Түсті. Құтқардық. Тұман қайта келді. Пансион аман қалды. Кешіріңдер. Сен бәрін түзетуге көмектестің. Сен батылсың. Енді сен біздің құпия досымызсың. Ешкімге айтпаймын. Қош бол, Марк. Балаленд. Қандай жақсы күн. Ойын ойнағым келіп тұр. Ой. Добым кетіп бара жатыр. Жетемін. Тоқта. Қазір ұстаймын. Тоқта, Аян. Қауіпті. Ой. Рахмет, сақшы. Мен байқамай қалыппын. Жолдан өтпес бұрын алдымен солға, сосын оңға қарау керек. Жарайсың? Енді түсіндім. Абай болу керек екен. Дұрыс. Жақсы, енді бәрі дұрыс. Сәлем, балағай. Кәмпит алғың келе ме? Кәмпит пе? Аян. Болар ма екен? Тоқта! Бейтаныс адамнан ештеңе алма. Сен танымайтын адамнан сыйлық алуға болмайды. Жоқ, маған керек емес. Жақсы, енді білемін. Жарайсың. Үйде жалғыз қалдым. Бұл не екен? Қол тигізуге болмайды. Бұл қауіпті. Розетка қауіпті. Тек үлкендер ғана қолданады. Жақсы, сақшы. Мен түсіндім.
Мен енді ұстамаймын. Абай бол, ережені сақта. Мен бәрін білемін. Абай боламын. Балаленд. Бір күні Аян мен оның досы Сақшы бірге ойнап жүрді. Кеше олар қауіпсіздік ережелерін үйренген еді. Бірақ бүгін олар тағы да жаңа жағдайларға тап болады. Кенеттен есік қағылды. Тук-тук-тук. Аян есікке жақындады да тыңдап қалды. Кім екен? Есікті ашшы, мен жеткізушімін. Аян ойланып қалды. Ол есікті ашқысы келді. Бірақ дәл сол сәтте Сақшы оны тоқтатты. Есікті бірден ашуға болмайды. Өйткені бейтаныс адамға есік ашу қауіпті болуы мүмкін. Егер үйде үлкендер болмаса, есікті мүлде ашпау керек. Аян дұрыс шешім қабылдады. Ол есікті ашпады. Бұл өте дұрыс әрекет еді. Біраз уақыттан кейін олар ас бөлмеге барды. Аян плитаны көріп, оны қосып көргісі келді. От жанып тұрды. Бірақ Сақшы дереу тоқтатты. Отпен ойнауға болмайды. Плита өте қауіпті. Ол күйдіріп жіберуі мүмкін. Немесе өрт шығуы мүмкін. Сондықтан плитаны тек үлкендер ғана қолданады. Аян бұл ережені де түсінді. Ол плитадан алыстырды. Кейін олар аулаға шықты. Аян суды көріп, қатты қуанды. Ол бірден суға қарай жүгіре бастады. Бірақ Сақшы оны тағы да тоқтатты. Суға жалғыз түсуге болмайды. Су қауіпті болуы мүмкін. Адам тайып кетуі немесе батып кетуі мүмкін. Суға тек үлкендермен бірге ғана түсу керек. Аян бұл ережені де қабылдады. Ол асықпай үлкендерді күтуді шешті. Біраз уақыттан кейін олар адамдар көп жиналған жерге келді. Бір сәтте Аян айналасына қарап, анасының жоқ екенін байқады. Ол қорқып кетті. Бірақ Сақшы оны тыныштандырды. Егер сен адасып қалсаң, ең бастысы бір жерде тұру. Жүгіріп кетуге болмайды. Сондай-ақ сенімді үлкен адамнан көмек сұрау керек. Мысалы, полициядан немесе қызметкерден. Аян батылдық танытып, көмек сұрады. Бұл өте дұрыс әрекет болды. Күннің соңында Аян көптеген жаңа ережелерді үйренді. Енді ол қауіпсіздік ережелерінің қаншалықты маңызды екенін түсінді. Қауіпсіздік әрқашан бірінші орында. Абай бол, ережені сақта. Сонда сен әрқашан қауіпсіз боласың. Балаланд, бізбен бірге ойна. Күліп үйрен арманда, бақытты бол әрқашан. Сау бол.